Ассалаумағалейкум көрермен. Егер сіздің үйіңізге бір монстр кіріп кетсе, оған мән бермеу керек болса, тірі қалар ма едіңіз? Уайымдамаңыз, мен сізге хоррор топ 3 фильм дайындадым, және де видеоның қорқынышты болатынына уәде беремін. Но это не точно. Видеоны соңына дейін көрсең, жерден бір лям тауып аласың. Но это не точно. Ал енді бірінші фильмға кеттік. Фильм басында мынау ел жаңа жылды өз жалғыз тойлап жатқанымен басталды. Жаңа жылмен өзін құттықтап кофесін ішіп жатқанда жарық өшіп қалады, және де қайтадан жанады. Қыз түсінбей жатқанда көрші бөлмеден қабырға тарсылдайды. Әйел оған қайта қағып шуламауын сұрайды, ал көрші бөлме қайтадан тарсылдайды. Бұл жолы әйел шыдамай отельдің күзетшісіне хабарласады. Әйел күзетшіге бүкіл жағдайды айтып береді. Ал күзетші болса, сізге көрші бөлмеде ешкім тұрмайды. Сіз 3-ші қабатта өзіңіз жалғыз тұрып жатсыз дейді. Әйел болса, бұған сенбей телефонды қоя салады. Күзет бұл бөлмеде біреу бар ма жоқ па білу үшін бір адамды тексеріп келуге жібереді. Тексеруге келген қыз бөлмеге кіреді, және де ешкім жоқ екенін біледі. Сосын ваннаға кіретін кезде «Онда біреу бар» деген дауыс шығады. Қыз жарықты жаққанда ешкім жоқ. Сосын күзетке ешкім жоқ деп хабарлайды. Ал содан соң құбыжық оның артынан пайда болады. Әйел көрші бөлмеден қыздың шыңғырған дауысын естиді. Сосын оған күзет хабарласады, және де бөлмеде ешкім жоқ екенін айтады. Сосын әйел болса, шығарыңдар, өзін тексеріш дейді, өз тексеруге барады. Әйел есікті қағады, есік өзімен өзі ашылады, және әйел ішке кіреді. Бірақ ішке кірген кезде кино мына қыздың қағазға менімен ойнағым келе ме деген жазу жазып банкаға салып ұйықтауға кеткенмен басталды. Сосын банка құлап қыз оянады. Оказывается, банкаға қоңырау шалыпты. Қыз телефонды көтеріп, банканы көтеріп, монстрмен сөйлесе бастайды. Монстр Наталимен ойнағысы келеді, және қағаз лақтырады. Ережесі бойынша Натали монстрдің есімін табу керек. Ал егер тапса, Наталидің қалғанын істейді. Ал таппаса, монстр Наталимен не істегісі келеді, соны істейді. Натали қорқып, шкафты жауып ұйықтауға кетеді. Монстр шкафтан банканы лақтырып қоңырау шалады. Натали тұрып телефон көтергенде банканы көтергенде монстр оған «Мен сені мектепте ең танымал қызға аламын» дейді. Натали бұған қызығып, ойын басталады. Натали бірінші арты тапты. Ал ары қарай Натали көп қателесе бастайды. Сосын Натали ұтылып, құбыжық оның жанын алады. Кино баланың телефон ойнап жатқаннан басталады. Және әкесі паникада келіп баласына ол әйелдің оралғанын айтады. Және оған мән берме, қарауды да ойлама дейді. Сосын кешкі асқа астыға түс дейді. Әкесі екеуі астыға түсіп тамақ ішуге отырады. Бала әпкесіне қарап, екеуі қорыққан түрде отырады. Әкесі әңгіме бастап Эмидан сабақ қалай өткенін сұрайды. Эми болса жақсы дейді. Отбасы әлі құбыжықтың қадамдарын естіп қорқуда. Бір кезде баласы әкесінен әлгі әйел жайды сұрай бастайды. Әкесі сұрама деп айғайлап ашуланып үстелді бір ұрады. Ал әйел болса жақындап келе жатыр. Бала оны қасықтың бейнесінен қарап көреді, бірақ бұтына жіберіп қоя жаздайды. Бір кезде әйел Эмидің иығынан ұстайды, ал Эми әкесінен көмек сұрағандай оған қарайды. Әкесі жеген тамағын бітір дейді. Балалар әкесінің айтқанын тыңдайды. Анасы бұлай жалғасуына болмайды деп айтады. Сосын телефонға қоңырау шалынады. Тұтқанда анасы мен алам деп жүгіріп кетті. Сосын құбыжық Эмиді жіберіп анасына кетеді. Сосын анасы әйелге айқайлайды. Ал әйел анасын қинап өлтіреді. Ал әкесі есік ашылмай айқайлайды. Сосын әйел әкесін де құлатады. Сосын Эми інісіне оған қарауға болмайды дейді да өзі қарап қояды. Достар, мен телеграм каналыма тіркеліп кетіңдер. Ссылкасы описанияда.